Үндістан тарихы әлемдегі ең көне әрі бай тарихтардың бірі. Ол 5000 жылдан аса уақыт бұрынғы Үнді өзені аңғары өркениетінен басталады. Бұл көне өркениет қала құрылысында, саудада және қолөнерде жоғары дамыған болатын. Үнді аңғары өркениеті құрылғаннан кейін Маврия мен Гупта сияқты қуатты империялар құрылды. Бұл дәуірлер елге гүлдену, ғылым және терең философиялық ойлар әкелді. Үндістан индуизм, буддизм, джайнизм және сикхизм сияқты ірі діндердің отаны. 8 ғасырдан бастап Делидің сұлтандары мен кейінірек Моғол империясы елдің көп бөлігін биледі. Моғолдар Тәж-Махал секілді көз тартар сәулет өнерінің туындыларын салды. 17 ғасырда еуропалық саудагерлер, әсіресе британдықтар келе бастады. Уақыт өте келе британдық Ост-Үнді компаниясы билік жүргізіп, 19 ғасырдың ортасына қарай Үндістан Британияның отарына айналды. Үндістан британдықтардың билігінде 200 жылға жуық уақыт болды. Бұл кезеңде ел бір жағынан қиналса, екінші жағынан темір жол, білім және құқықтық жүйе секілді жаңашылдықтар келді. Тәуелсіздік үшін күрес күшейіп, Махатма Ганди мен Джавахарлар Неру сияқты тұлғалар елге жетекшілік етті. Бейбіт қарсылық арқылы Үндістан 1947 жылы тәуелсіздігін алды. Алайда бұл тәуелсіздік Үндістан мен Пәкістан болып бөлінумен қатар келді. Бұл оқиға тарихтағы ең үлкен халық көшіне және зорлық-зомбылыққа себеп болды. Содан бері Үндістан серпінді дамып келе жатқан демократиялық елге және әлемдік державаға айналды.